Ал қазір сұхбатымызды бастаймыз. Бізде студияда ауыл шаруашылығы министрі Асылжан Мамытбеков. Қайырлы кеш. Кеш. Асылжан Сарыбайұлы, осы ұлттық арна студиясында 2 аптаның ішінде екінші рет жолығып отырмыз. Өткен жағдай белгілі. Мына әлемдегі экономикалық ахуал күрделі қазір. Оның құрамдас бөлшегі мына ауыл шаруашылығы саласы да біз үшін аса маңызды. Осы 9 айдың қорытындысы бойынша бастайықшы сұхбатымызды. Ауыл шаруашылығы саласында жалпы өнімнің өсу көрсеткіші қалай қазір? Қазіргі жағдайда бүкіл әлемдік дағдарыс кезінде көптеген экономиканың салалары күйзеліске ұшырап жатыр. Өнімнің сатылуы төмен түсіп, бағалары мұнайға, көптеген шикізаттарға төмен түсіп жатқан кезде ауыл шаруашылық саласы жақсы өсім көрсетіп жатыр. 9 айдың қорытындысы бойынша біздің саладағы өнімнің өсуі 3,1% көрсетіп тұр. Бірақ бұл көрсеткішке біздің негізгі ауыл шаруашылық саласындағы көрсеткішіміз астыққа әлі кірген жоқ. Өйткені ол қыркүйек айында тек қана бұның жинау жұмыстары енді басталған болатын. Жылдың соңына дейін бұл салада біз 5-6%-ға дейін өсімді болжамдап отырмыз. Егін ору науқаны аяқталған соң бұл көрсеткіш өзгереді. Әрине, бұл статистикаға сол егін орақ жұмыстарының көрсеткіштері енетін болады. Министріміз, дүйсенбі күні мемлекет басшысы премьер-министр Мәсімовті қабылдады. Сол кезде барлық салада өсім төмен екенін айтты. Тек ауыл шаруашылығында ілгерілеу бар. Өсім ненің нәтижесінде болды? Әрине, бұл біздің диқандардың үлкен еңбегінің арқасында, және де биыл қанша дегенмен табиғатта, ауа райы да бір қарайласып тұр деуге болады. Өйткені қанша жаңбырлы жаз, сондай жаңбырлы күз болғанмен егін орағы бітті деуге болады. Бүкіл егінді жинап қамбаға құйылды. Егін орақ жұмыстары қорытындысы бойынша 19,8 миллион тонна астық қамбаға құйылды. Бұл 1 миллиард путтан әлдеқайда көп, және бұл ешбір айқайсыз, ешбір сондай даусыз диқандардың еңбегінің арқасында өтті деуге болады. Ал талдап бере аласыз ба? Өсім нақты қандай салаларда жоғары? Енді құс өндірісінің көрсеткіштері 9 айдың қорытындысы бойынша 12%-ға өсті. Мал шаруашылығы саласында жалпы өнімнің өсуі 4-5%-ға дейін жетіп тұр. Және де біз айтып өткендей, өсімдік саласының көрсеткіштері толық статистикаға енгеннен кейін бұл көрсеткіштер әлі де жоғарылайды. Дағдарыс кезінде әрине ауыл шаруашылығының маңызы өте жоғары. Өйткені бұл тек қана экономикалық сала емес, бұл үлкен әлеуметтік сала. Өйткені біздің халқымыздың жартысына жуығы ауылда тұрады. Бүкіл жұмыс істейтін белсенді біздің еңбеккерлеріміздің 4/1 осы ауыл шаруашылық саласында жұмыс істейді. Және де бұл ауыл шаруашылығының табысы көптеген отбасыларға бір жалғыз бір сондай пайда көзі болып табылады. Бұл алтын күміс ас екен, арпа бидай ас екен деген нағыз осындай мақал алға шығады. Әлемде сұраныс ұлғаяды. Біз әрине өзіміздің қажеттілігімізді толық жабамыз. Көптеген ауыл шаруашылық өнімдерден біз өзіміздің қажеттілігімізді жабамыз деуге болады. Бізге ең маңыздысы бұл экспортқа көбірек жіберу. Асылжан Сарыбайұлы, президент пайдасыз кәсіпорындарды жаңа субсидияламаймыз деп атап өтті. Сіздер субсидиялаудың жаңа тәртібін енгізіп жатсыздар қазір. Қалай болмақ? Кішкене тарқатып айтыңызшы. Оған тиісті елбасының, мемлекет басшысының тапсырмалары бар. Осы тапсырмаларға сәйкес біз ендігі жылдан өсімдік саласындағы беріліп жатқан гектарлы, 1 гектарға берілетін субсидияларды тоқтатып, оның орнына инвестициялық субсидия немесе пайыздық банктық кредиттердің пайыздық мөлшерін субсидиялау секілді, тағы да басқа бірқатар жаңа субсидиялау механизмдерін ашып сондай жоспарлап отырмыз. Бұл ретте айтып кететін бір нәрсе, субсидия көлемдері ешбір кемімейді, керісінше ұлғаятын болады. Бірақ та олардың осы экономикалық эффективтікті арттыру жөніндегі, сондай тиімділігін арттыру жөніндегі сондай критериймен ғана берілетін болады. Қазір енді
дағдарыс жағдайында жаңағы өнім сапалы болу керек, әрі жаңа өзіңіз айтып отырсыз, бәсекеге қабілетті болуы тиіс. Осы ретте ауыл шаруашылығы өнімдерін шығарушыларға қандай қолдау көрсетіліп жатыр? Ең бірінші мемлекет мынау жалпы сипаттағы қолдау тетіктерін қазір ұлғайтып жатыр. Ол ең бірінші мынау ветеринарлық қауіпсіздік, фитосанитарлық қауіпсіздік, мынау білім беру және ғылыми тарапынан қолдау секілді тетіктерді. Одан басқа мынау су ирригациялық жүйелерді жетілдіру, оларды мемлекеттік шығын арқылы соларды модернизациялау, сондай тетіктерді қазір біз кеңірек қолданбақшымыз. Одан басқа мынау тікелей субсидиялауда механизмдері ұлғаятын болады. Оның ішінде мынау айтып өткенде инвестициялық субсидия өте сондай оң әсерін тигізетін болады. Өйткені әрбір сатып алынған техника, әрбір сатып алынған қондырғылар өзінің бір бөлігін мемлекеттік бюджеттен фермер өтеп өтетін болады. Мысалыға, егер 10 миллион теңгеге комбайн алатын болса, оның 3 миллион теңгесі бюджеттен қайтарылатын болады. Ол 3 миллион теңгені ол өзінің жарнамасы ретінде қосып, қалған 7 миллионын ол лизингке ешбір кедергісіз сондай оңай жолмен алатын сондай жолын ашылмақ. Түсінікті. Асылжан Сарыбайлы, мемлекет басшысы жаңа жоғарыда да атап өттік, осындай қазіргі қиын жағдайда ауыл шаруашылығында ілгерілеу бар деп, бұл әрине сіздер үшін үлкен табыс. Осы табысты еселей беріңіздер. Сұхбат беруге келгеніңізге тағы да рахмет айтамыз сізге. Рахмет. Қадірлі көрермендер, бізде студияда мейман болған ауыл шаруашылығы министрі Асылжан Мамытбеков.